жасалды. Көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіз бе, көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Ақшаңызды алып кетіңіз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қазақтандарға үндеу жасады. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының шоттарында 37 миллиард теңгеден астам қаржы сұралмай иесіз күйінде тұр. Қор бұл ақшаны кімдер ала алатынын және де ол үшін не істеу керектігін түсіндірді. Қанша қаржы иесіз қалды? Қор мәліметінше, зейнеткерлік жасқа жеткен, бірақ зейнетақысын рәсімдемеген азаматтардың шоттарында 37,3 миллиард теңге сақталулы. Бұл қаржы 264,695 жеке зейнетақы шотында шоғырланған. Олардың арасында 148,335 адам қайтыс болған. Олардың жинақтарын мұрагерлер талап ете алмады. 59,800 адам Қазақстаннан тыс жерге тұрақты тұруға кеткен. 56,560 адам зейнеткерлік төлемдерін алу үшін соңға жүгінбеген. Бұл ақша қайда кетіп жатыр? Аталған қаражат салымшылардың жеке зейнетақы шоттарында сақталып инвестициялануда. Бұл арқылы қосымша табыс табу көзделген. Инвестициялаумен Қазақстан ұлттық банкімен жекеменшік инвестициялық портфельді басқарушы компаниялар айналысады. Жинақтарды қалай алуға болады? Егер зейнеткер зейнетақы жинағын рәсімдемесе, онда тұрақтылықты жерінде азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына жүгінуі керек болады. Мұрагерлік қалай рәсімделеді? Зейнетақы жиынтықтары Қазақстан заңнамасына сәйкес мұрагерлік тәртіппен беріледі. Қайтыс болғаннан кейін 6 ай ішінде мұрагер нотариуске жүгініп, зейнетақы жинаған иелену құқығын растайтын мұрагерлік туралы куәлікті алуы тиіс. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыздар.